Бұл видео сіздерге жұмбақ болып көрінеді. Жертөле бұл елестер мен әртүрлі адамдар үшін ең танымал мекен. Сондықтан дайын болыңыз. Бүгін біз сіздерге жертөледе түсірілген 10 қорқынышты видеоларды көрсететін боламыз. Сонымен кеттік. Джонатан есімді осы видеоның авторы және оның досы үйдің жертөлесін қадағалайды. This is what it is. It is a small room with chairs. It's nothing else. Көріп тұрғандарыңыздай біреу осы жерден кеткісі келген секілді. Тіпті тырнақ іздерін байқауға болады. James, look at this. James, look at this. There's scratch marks. There are legit scratch marks. There are f***ing scratch marks. Қорытындылай келсек, бұл қорапта адамды ұстап отыруға болады. Тіпті біреу сол жерден қашқысы келген секілді. Сонымен қатар ол жерде микротолқынды пеш бар. Яғни адамды қинап болғаннан кейін сол жерге өртеп жүруі мүмкін. Жалпы менің ойымша бұл жер бұрын адамды азаптауға арналған жер болған секілді. Клаус есімді жігіт өзінің жертөлесінен қорқынышты бір нәрсені тауып алды. Бұл видео туралы нақты ақпарат таба алмадық. Ол қорқынышты нәрсе жыланға ұқсайды. Бірақ ол жылан мұнда не істеп жүргені және бұл видео не мақсатта түсірілгені белгісіз. Бұл видеоны Гарри есімді жігіт ұялы телефонға түсірген. Ол өзінің жертөлесінде болған өте таңғаларлық оқиғаны бейнелейді. Бұл видео Гарри жертөледен шыққан дыбысты естігеннен басталады. Видео авторы баспалдақтың үстіндегі жарықты жағып жертөлеге жақындайды және сол сәтте оның иті біреуге үре бастайды. Және біз көрінбейтін нәрсе баспалдақпен көтеріліп келе жатқандай қатты дыбысты естиміз. Джейми есімді адам өз үйінен бір нәрсе тауып алып, оны зерттеу керек деп шешті. Ол бөлмелердің бірінде орналасқан люкке қызығушылық танытты, бірақ оны ашуға батыл жетпеді. Сондықтан ол бригадир жалдады, және ол есікті ашып астына түскен кезде жағымсыз шырышты көрген. Джейми таяқпен шырышты түртіп көрді, бірақ ол оның не екенін түсінбеді, және ол жағымсыз иіске шыдай алмады. Джейми осы үйде қанша уақыт бойы тұрса да бұл жағымсыз заттың бар екенін білмеген. Осындай ұзақ тарих бар және бай мәдениеті бар Жапония. Бұл елде және бұл видеода мистикалық құбылыстардың болуы ғажап емес. Жапонияның бір жерінде қараусыз қалған ғимаратқа бір адам барады, және автор сол ғимараттың жертөлесін видеоға түсіріп жатқан кезде бір белгісіз екі затты көреміз. Видеоны жарқыратып қарасақ, бізге қарап тұрған ер адамды көруге болады. Оның қорқынышты көздері авторды таңғалдырды, және ол адам кім, не істеп жүргені белгісіз. Тіпті ол адамға да ұқсамайды. Феникс қаласында Аризонада көптен бері қараусыз қалған мейрамхана бар. Қарапайым блогер осы қараусыз қалған ғимаратқа кіріп, жертөлеге түсіп, ол қорқынышты қуыршақтарды көреді. Қуыршақтардың көрінісі Леонардо да Винчидің соңғы кешкі ас картинасы сияқты орналасқан. Бұл ғимарат бір кездері ескі әмбебап дүкені болған. Шын мәнінде қуыршақтарды бұлай кім қойғаны белгісіз. Адвил есімді жігіт жертөледен қорқынышты дыбыстарды ести бастайды, және ол жертөлеге баруға бел буады. Жертөленің кіреберіс бөлмесінде Адвил біраз жүреді, және ол қандай жағдайға тап болғанын қараңыздар. I heard something.
2 күннен кейін Адвил сол жерге қайта барып, жертөлеге кірмекші болады. Және ол жертөлеге кірейін деп жатырған кезде, оның алдынан белгісіз қара адам жүріп өтеді. I heard some noises again. Hello? Сіздердің ойларыңыз қандай? Бәлкім бұл қара адам елес шығар. Мичиган штатында бір сантехник тұрғын үйлерді тексеру кезінде бір үйдің жертөлесінен 90 килограммды қолтырауынды табады. Үйдің иесі 26 жылдан бері қолтырауынды жертөледе асыраған. Қазіргі уақытта қолтырауын жануарларды қорғау бөліміне жеткізілді. Яғни ол лайықты тамақтану мен жақсы күтімге ие болды. Микки Маустың киімін киген адамның фотосуреті қорқынышты көрінеді. Жертөледе түсірілген бұл фотосурет және оны кім түсіргені белгісіз. Әрине біз интернеттен осы сурет туралы ақпараттар іздегіміз келді, бірақ нақты ақпарат таба алмадық. Сондықтан бұл фотосурет жұмбақ болып қалады. Тағы да жұмбақ оқиға. Бір кісі досының үйіне барғанда кілемнің астынан шығып тұрған бір нәрсені байқайды. Кілемді ашып қараса, олар сұмдық жертөлені көреді. Әрине, олар астыға түсіп қараса, жақында қолданылған жаңа газеттерді байқайды. Тіпті бұл жертөледе электр кабелі бар және көптеген кереуеттер бар. Иә, шынымен де бұл жертөле бір нәрсе үшін пайдаланған деп ойлаймын. Мені бір сұрақ мазалайды. Неге бұл жер қоршаған ортадан жасырылған? Осылайша бұл видео жұмбақ болып қалады. Сонымен бүгінгі видеомыз аяғына жетті. Достар, егер сіздердің үйлеріңіздің астында осындай қорқынышты жертөле болса, қандай жағдайда боласыздар? Комментарийге өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Бүгінге осы, келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.